Армысыздар достар, hi friends. Мотивациялық сөздердің көмегімен ағылшын тілін үйрететін English plus Motivation жобасы екінші сабақ. Бүгін сіздердің назарларыңызға мынадай ағылшынша нақыл сөз ұсынамын. Make each day your masterpiece. Яғни қазақша тура мағынасы әр күніңнен жауһарыңды жаса. Немесе әдеби тілмен аударсақ, әр күніңді жауһарыңа айналдыр. Немесе әр күніңді жауһарыңдай жарқырат. Енді сіздерге түсінікті болу үшін әр сөзге тоқталайын. Make жасау, each әрбір, day күн, your сенің сіздің, masterpiece жауһар немесе masterpiece үздік туынды. Құрметті достар, мені танымайтындарыңыз болса, өзімді таныстыра кетейін. Менің толық аты жөнім Ернат Мелісұлы. Мен мына ағылшынша тіл сындыру кітабының авторымын. Бұл қазақ тілі арқылы үйрететін оңай, жеңіл, қарапайым әдіс-тәсілдермен оқытатын өз бетімен үйрену құралы. Осы бейне жазбаның астына пікір қалдыру арқылы бұл кітапқа тапсырыс бере аласыздар. Кітаптың бағасы небәрі 3500 теңге тұрады. Алуға асығыңыздар. Сонымен бүгінгі нақыл сөз тағы бір қайталайық. Make each day your masterpiece. Әр күнді жауһарыңа айналдыр. Құрметті достар, осы бүгінгі нақыл сөзді жаттап алыңыздар және күнделікті мотивациялық сөз ретінде қолданыңыздар. Make each day your masterpiece. Әр күнді жауһарыңа айналдыр. Құрметті достар, осы бүгінгі сабағым көңілдеріңізден шықса, лайк деп тапсаңыздар, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер, таратыңыздар. Сіздерге табыс тілеймін. Good luck!